құрметті Нұрсұлтан Әбішевич, сізге жалпы өз елдің атынан, өзімнің атынан терең рахмет білдіремін. Уақытыңызды бөліп, туған елге қалаға алып келіп, Чолпан-Ата келіп бергеніңізге. Қазақ пен қырғыз сияқты жақын ел жоқ біздің жақта. Барлық жағынан алып келгенде оны біз көптен айтып жүрміз. Бәріміздің тауымызда, суымызда, жайлауымызда бәрі бір. Сондықтан мен осы тәуелсіздік алғанның бірінші күнінен бастап Қырғызстанды қолдап келе жатырмын. Сіз президент болғалы былтырғы декабрьден бастап көп кездестік, көп сөйлестік, көп мәселе шешілді. Екі елдің арасындағы шешілмеген мәселе қалған жоқ. Жақында тәуелсіздік күнінің мерекесі болды, 31-інде. Құтты болсын. Қырғызстанның тәуелсіздігі ұзағынан болсын. Елдің ішінде тыныштық болып, жағдай дұрысталуға не керек, біздің жағымыздан барлығын жасаймыз.